Мен Ишанбаева Нуриса, 51 жыл. Менің 5 балам бар. Бір оғыл, 4 қызым. Бәрі тұрмысқа шыққан. Мен горма заводта жұмыс істедім, морозный цехта. Сосын карагөз заводта жұмыс істедім. Үйде енді жұмыс жоқ да, көйлек тіктім. Портной едік. Киім тікеміз заказға. Келіншектерге, қыздарға киім тікеп. Сонда жұмыспен айланып, бала шақан өстіріп, күйеуге беріп барлығын жайлаштырдық. Сол жас өткеннен кейін уже ауруда шықты бәрі. Пенсияға шыққадық. Сол отырмыз енді үйде. Бірінші рет сүйеклерім қақсап, ауырып, ангинам шықты. Ангинаның больницаға жатқанда сонда айтқан еді врачлар. Тізем бір күнде ішіп кеткен. Отек болғаннан кейін сізде ревматизм бар деді. Ревматизм көрінбедім, жүрдім ғой енді. Жақсы болып кеткеннен жүре беріп, кейін күшейіп кетті. Бармақтардан уже бұлай қарай кетіп берді да. Сол ауырып, біраз больницада жатып шыққам. Біраз жақсы болады, сосын тағы қайталайды. Сонан екінші қызым телевизорда көріпті, ламифарин несіні. Сонан маған айтты, мама соны алып көрелік та, может сізге көмегі тиедеген шығар деп. Соны заказ етіп, звондап, сол кезі алдық біз. Қазір мені соны ішіп, қабылдап жүргенімге 3 жыл болды. Жақсы көмегі тиді енді. Сол суставларым арып, ревматизм, полиартрит, артрит, сондай аурулар болып кетті ғой. Бірін кетін бірін. Ламифарин енді одышкаларымдағы жоқ болды. Анандай печеньлерімді дұрыс болып қалды. Сосын мен тағы заказ етіп, 1 жыл болды, іштім. Тоқтатмадым, тағы іштім. В общем, 3-ші жыл мені. Енді капсуласын іштім сосын. Ламифарин геліден кейін капсула іштім. Гелін алғанда мұнау арыған тіземге, мұнау суставларымға жақам. Соны помогать етті мені. УЗИге түскенде, мен бірінші рет УЗИге түскенде, өтіңде тас бар деді. Кейін тағы бір түскенімде, маңа печеньде киста, почкаңда киста бар деді. Өтті полип бар деді. Сондан енді мен тағы ішіп жүрдім. Алматадан қызлар мен білән не связда болады, апта сайын денсаулығым сұрайды. Қалайсыз, қандай? Мен мазалап тұр, тәуіріме, ондай-мұндай. Сонда мен айттым, сондай кистаң бар деп айтты. Не істеймін, маған көмек тие ме, жоқ па? Әлде ішпей ме десем, апа, іше беріңіз, көмегі тиедіз. Ондайларға жақсы деп. Соны мен тағы іше бердім. Ішіп, кейін ноябрьна, где-то 20-сы ма, 22-сі ма УЗИге түстім. Новый годтан алдында, 20-ші год. 20-ші жыл. Сонда мен өзімді қуандым. Почкаңда жоқ дейді, киста деді. Мен қалайша жоқ дедім. Маған бар деген еді ғой, қазір жоқ деп айтыпсыз, жоқ деді. Ешқандай не киста жоқ, тұз бар деді. А мұны полип жоқ деді. Таста жоқ деді. Өтіңізде жақсы деді. Біраз деді құйылап қалған деді. Ана печеніңізде киста бар деді. Бір қалыпта тұр деді. Қазірше бір қалыпта тұр деді. Соған қуандым. Значит, көмегі тиген шығар мұнда маған дедім. Жақсы, мен қазір жақсы жүрем. Ламифариннің алдын мұна тізелерімді бүкілмес еді. Тұп-тұра болып әрең жүрер едім. Қазір енді жақсы бүкіледі маңдай. Ауырғыда үнше емес енді. Терпима болып қалады, бір қылда жақсы жүрем. Жеңіл болып бір қылда сондай арып қалса жақам. Біреуін ап қалғанмын, өзім ішпейін, жақып тұруға. Енді
ламифариндагилерге үлкен рахмет айткым келеді. Сол адамларға шығарған өнімдерге рахмет. Жұмыс істеген сол қызлар, балаларға да үлкен рахмет айткым келеді. Соншама енді бұл дәрі әмес қой, дәрі іссең бір жағыңа жақар, бір жағыңа жақпайды. Бұл енді жақсы. Иә. Енді маған ұнады бұл ламифарин. Соған кім болса соған айтамын, соны істей, соны жақ, маған көмегі жақсы дейіп батыр. Капельница укол мана 2 ел вообще капельница укол алмадым. 3-ші жыл мана ноябрда енді обострение болады, күз болғаннан кейін врачтар капельница укол алыңыз деген, сол капельница укол алып. Қазір жақсы, енді барлығы дұрыс. Енді біздің возрасттан келді ғой енді. Қаршылық болған екен ауырайды ғой енді аяқларда. А так ламифарин жақсы маған көмегі тиді.